Ал ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Мен арнамның атын қазір Америкадағы жігіт емес, Америкадағы қазақ жігіт деп атап қойдым. Бірақ Америкадағы жігіт деп айта берем. Сол мына жақта дүкендерде кәдімгі порошоктан емес, табиғи сиырдың сүтінен жасалынған дүкендік сүт бар, бүлінбеген. Сол сүтке аштыққана салғанда мына Тибет саңғырақ қылау дейді. Тибет саңғырақ қылау, грипп орысша айтқанда. Сол аштыққының орнына жаңағыдай айранның аштықсы емес, сол жаңағыдай Тибеттің саңғырау қылауын саламыз да, сол жаңағыдай кәдімгі айран қып тастайды. Бірақ сол айранның пайдалы жері өте витаминдері көп, некен бір бактерияны шығарады. Мына Тибеттің саңғырау құлағына жасаған айран мынау. Саңғырау құлақ түбінде жатырмын. Түбінде ма, үстінде ма? Осындай қатты қақсайды саңғырау құлақтың өзі. Мінеке айранның түрі осындай. Осыны ішеміз. Сол бактерияны жаңағыдай айранмен ішеміз. Мына ковидпен ауырғаннан кейін бүкіл семьямыздың иммунитетін, денсаулығын жөндейміз деп балдызым сол айранды жасай бастады. Соны ішіп жүрміз. Бірақ ол жаңағыдай Тибеттің саңғырау құлағын сүтке салған кезде аштық ретінде ол көбейіп кетеді екен ішінде. 30%, күнде 30% қосады. Мысалы 100 грамм салатын болсаңыз, бір тәулікте 130 грамм болып қалады, 120 грамм болып қалады да, көбейіп кетеді анау саңғырау құлақ. Сол айранды, яғни көбірек сүтті де талап етеді. Өйткені аз сүтке көп сол саңғырау құлақ салатын болсаңыз өліп қалады ішінде. Сол өлмесін деп көбірек амал жоқ, амалсыз көбірек сүтті алып, жаңағыдай ашыту керек болады, айран жасап. Сөйтіп айранды көбейіп кетті, оны ішіп атқан адам жоқ, керегіміз ішіп аламыз да артылып қалады. Сол айран еді құрмасын деп балдызым құрт жасауды үйреніп алды, қалан қыз болса да. Сол айранды қайнатып, дорбаға құйып тастайды, сүзіп, кейін осы тұзын қосып жаңағыдай осындай құрт жасайды. Сөйтіп міне қазақтар бізді мақтап қойсаңыздар болады. Баяғыдан келе жатқан дәстүр құрт жасау Лос-Анджелесте жалғасып келе береді екен қазақпен бірге. Ал арнамда қала беріңіздер, сау отырыңыздар.